Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен жасасаңыздар, булочкаларыңыз жақсы шығады, жақсы көтеріледі. Ендеше дайындап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: сүт, су, жарты кесе құмшекер, мұнда 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық дрож, және де бізге барлығы 3 жұмыртқа керек болады. 3-ші жұмыртқаның сарысын біз бетіне жағуға алып қаламыз. Жарты кесе күнбағыс майы және де ұн қажет болады. Ең алдымен сүтімізді құямыз. Және де 1 стакан су құямыз. Шекер жарты стакан. Және де 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық дрож салып, барлығын қанты ергенше жақсылап араластырамыз. Бізде араласты. Енді осы тестімізға 2 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның температурасы бөлме температурасында болуы керек. Араластырып болғаннан кейін осы тестімізға жарты кесе күнбағыс майын құямыз және тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Араластырып болдым. Енді осы тестімізға аздап ұн салып отырып қамыр илейтін боламыз. Міне мен осындай қамыр илеп алдым. Консистенциясы тым жұмсақ болмау керек, тым қатты болмау керек, орташа болу керек. Енді осының бетін салапанмен немесе пищевая пленкамен жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Менде қамыр ашып шықты. Енді осы қамырымызды бір қайтарып илеп жібереміз. Міндетті түрде илеңіздер, себебі бұл булочкаларыңыздың жұмсақ әрі қатты үгітілмеуіне себепші болады. Енді қайтадан салапанмен бетін жабамыз, көтерілгенше күтеміз.
міне менде осындай болып көтерілді. Енді біз булочкалардың формаларын жасайтын боламыз. Енді жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін кішкене ұн сеуіп жібереміз. Осылай кішкенеден алып булочкалардың формаларын жасайтын боламыз. Міне мен булочкаларды осылай жасап шықтым. Енді бұл булочкаларды бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Кішкене пышный болып көтерілуі керек. Сол кезде булочкаларыңыз арасының бәрі қатты болмай, жеп-жеңіл болады. Міне бізде көтеріліп шықты. Енді мұның бетіне жұмыртқаның сарысы мен 2 ас қасық сүтті араластырып жағатын боламыз. Міне бізде булочкалар дайын. Осындай үлпілдек және де дәмді болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.